Достар, карантин деп үйде отырмыз. Бұл енді мәжбүрлі шара ғой. Үш пісіп кетті. Жата-жата көп нәрсені түсіне бастайды екенсің. Мен мектебімді, үйірмелерімді, ұстаздарымды, сыныптастарым мен достарымды қатты сағындым. Қатал мұғалімдердің жұмсақ жағынан сын айтатын достарымның шынайы дұрыс болсын деп айтатынын, әр сабақ пен жаттығулардың қымбат екенін түсіне бастаған сияқтымын. Кездесіп, сұхбаттасып, қауышқанға бірге ойнап, күлгенге не жетсін. Мен мектепке барғым келеді. Ұстаздарым, үлкен рахмет сіздерге. Қадірлеріңізді түсінбей жүр екенбіз. Сіздің еңбектеріңізге мың алғыс. Алғысымды Лиза Оралқызы, жаратылыстанудан беретін Әйгерім апайға, математикадан беретін Бақтылы апайға, Ольга Васильевнаға, Оксана Николаевнаға, Қарашаш Алмасовнаға, Ақмарал Арғынқызына, Нұргүл Сапарбековнаға, жаттықтырушым Берекет ағайыма, фортепианодан Асия мен Эльвира апайларыма мың алғыс. Күнделікті сабақты дұрыстап оқимын. Тезірек індет кетіп, барлығы жақсы болсыншы. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.